Баршаға сәлем. Бүгін барлық дорама сүйгіштер қазақшасын іздеп таппай жүрген 2024 жылы жарық көрген өте тамаша детектив жанрында түсірілген «Чеболь против детектива» деп аталатын телехикаяның екінші бөліміне қысқаша мазмұн жасайтын боламын. Егер бірінші бөлімін көрмеген болсаңыз, менің арнама өтіп көре аласыз. Достар, менің бейнелерім ұнаса, оң қолыңыздың тұсындағы подписация түймесін баса кетіңіз. Ал кеттік ендеше. Бірінші бөлімнің соңында атақты суретші өзінің шығармашылық көрмесінде өлі күйінде табылған еді. Ол жерде әрқашанғыдай басты кейіпкеріміз бүкіл жағдайды өз бақылауына алады. Кан Хён және оның тобы да жетіп келеді. Сосын суретшімен соңғы рет байланыста болған адамдардан сұрақ жауап алады. Алдымен суретшінің көмекшісін тергеуге алады. Ол ұстазын соңғы рет кеше кешкісін көргенін, ал таңда көлік апаты болып кешігіп келгенін айтып ақталады. Артынан ұстазына қатты қайғырып отырғанын көрсету мақсатында жылапталады. Жине Су точно осы өлтірген дейді. Кан Хён және детектив ойыныңды бастадың ба деп жақтыртпайды. Сосын сол мекеменің директорымен жолығады. Бұл әйел жаңа ғана шетелден келіпті. Бірақ бір апта бұрын бейтаныс әйел суретшінің алдына келіп шу шығарғанын айтады. Кейін суретшінің әйелінен сұрақ жауап алу мақсатында оның үйіне келеді. Әйелі жайбарақат күйеуім өліпті ме, солай боларын білгем деп міз бақпай екеуіне де таң қалдырып шығарып салады. Сосын Жине Су әкесінің зәулім сарайын тастап шешесімен бірге тұрған үйге көшіп келеді. Ал Кан Хён өз тобымен бейне бақылаудан күдікті әйелді байқайды. Жине Су бұрынғы үйіне келіп анасымен өткен жақсы естеліктерін сағына есіне алады. Ал Жине Судың өгей ағасы анасына ашуланады. Неге оның көшуіне жол бердіңіз, бұрынғы естеліктері жадына қайта оралса қайтеміз деп. Сосын Жине Су ұйықтап жатып тағы да өткеніне байланысты жаман түс көріп шошып оянады. Ал таңда Кан Хён өз көшесінде Жине Судың көлігін көріп таң қалады. Сөйтсек бұлар енді көрші екен. Сосын Кан Хённың көлігі оталмаған соң Жие Судың көлігімен жұмысқа барады. Сосын екеуі бейнеден көрген күдікті әйелді іздеп саунаға барады. Ол әйел өз қызы осы суретшінің шәкірті болғанын кейіннен қызының суреттерін меншіктеп алып, қызы ол жағдайды көтере алмай өз-өзіне қол салғанын айтады. Сол үшін суретшіге барған екен. Бірақ өлтірмедім деп ақталады. Ал Жине Су суретшінің туындыларын сатып алып сараптамаға жібереді. Соның нәтижесінде суреттің жасанды екені мәлім болады. Себебі суретте жасырын қолтаңбаны байқайды. Ол суретшінің шәкіртіне тиесілі болып шығады. Соның артында Жине Су шәкіртті қылмыскер деп күдіктенеді. Нақтылау мақсатында шәкіртінің қасына барады. Білген шәкірт Жине Суды құмырамен ұрып өзіне пышақ сұғады. Кан Хён дер кезінде келіп шәкіртті емханаға жібереді. Ал Жине Суға өз бетінше жұмыс жасаушы болма деп ұрсады. Ертеңіне ауруханаға барып суретшінің шәкіртінен сұрақ жауап алады. Шәкірті 10 жылдан бері суретшіге өзі сурет салып келеді екен. Сосын шәкірті өз бетінше оқуға тапсырыпты, ал ұстазы бүкіл суретті менен көшірді деп оқу мүмкіндігінен айырған екен. Өзін қорланған сезініп, оны өлтіруге ұрынып артынан бір рет пышақ сұққанын айтады. Ал суретшіге 2 рет пышақ сұққанынан өлген. Сосын шәкірт суретшінің қасынан сейфтің кілті табылды ма деп сұрайды. Себебі оны суретшінің әйелі ұрлап алып кел деп шәкірттен өтінген екен. Бірақ кілт жоқ еді. Соның арқасында қылмыскер суретшінің әйелі екенін біледі. Дәлел табу мақсатында әйелінің банкке келуін күтеді. Ол ойнасы екеуі көп ұзамай банкке келеді. Сол сәтте Кан Хён өз тобымен оларды құрықтайды. Жине Су бұл қылмысты да өз билігінен пайдаланып жеңіске жетеді. Ал ертеңіне Жине Су Кан Хённың көлігімен жұмысқа барады. Жұмысқа келсе тағы бір қылмыстық іс дайын тур екен. Бір үлкен кісі өз үйінде өлі күйі табылған. Сол жерге жетіп барған соң барлығын тексеріп, бұл қылмыстық іс емес, қарт тамаққа түйіліп қайтыс болған деген қорытындыға келеді. Бірақ ертеңіне қайтыс болған шалдың немере қызы келіп, үйінен жоғалған Корей патшалығының мөрін көрсетеді. Жине Су сол мөр түсірілген суретті тексертіп шын оригинал мөр екенін анықтайды. Сосын Кан Хёнға мүрдені көрген сарапшы қоңырау соғып шақырады. Шалдың тамағынан табылған тағамды шайнамағанын және де қанынан жүрек талмасына әкеп соғатын дәрі енгізілгенін айтады. Сосын қылмыскерді іздеу мақсатында сол маңайдағы бейне бақылауларды қарайды. Камерадан сол күні келген 2 еркекті көреді. Сүрістіріп білсе, олар жерлеу рәсіміне суретке түсіретіндер екен. Қартайған адамдар Корей елінде өз жерлеуінен алдын ала суретке түседі екен.
Солайша әлгі екі қылмыскер суретті тегін түсіріп береміз деп сенімдеріне кіріп, сосын улап өлтіреді екен. Одан із қалмау үшін уколды қалдың үстіне салыпты. Соның бәріне көз жеткізіп алып, қылмыскерлерді табудың жоспарын құрады. Жеңесу мөрді тапса қылмыскерлердің ізін оңай табамыз дейді. Сосын өз ақшасына мөрге тапсырыс береді. Ондай бұйымдар жасырын түрде сатылады екен. Сондай жерге барып барлығы жоспар бойынша әрекет етеді. Қылмыскерлер келеді. Бірақ өкінішке орай оларды ұстай алмайды. Сосын басқа жоспар ойластырады. Канхён өз әкесін қорек ретінде пайдалануды ұсынады. Жасырын сайтқа тұра, сондай мөр сол кісіде де бар деп олардың келуін күтеміз. Менің әкем полицей болған, оларға төтеп береді. Сосын біз оларды қылмыс үстінде қолға аламыз деп келсе. Дегенмен әкесін әрең көндіріп, анасын шет елге қыдырып қайтуға жібереді. Сосын әкесін қарттарша бояндырып, Жеңесудің үйінде тұрып, қылмыскерлердің келуін күтеді. Қылмыскерлер көп ұзамай жетіп келеді. Кейін барлығы бірлесіп әлгілерді қылмыс үстінде тұтқындайды. Сосын алғаш рет Жеңесу серіктестермен жеңісін тойлайды. Жеңесу бұған қатты қуанады. Ал теледидарда ұлының ерліктерін айтылып жатқанын көріп, әкесі ішінен марқайып қалады. Сосын бір офисті жалға беру үшін риэлтор сатып алушыға мекемені таныстырып жатқанын көрсетеді. Кейін кабинеттердің бірінен тағы да бір еркектің өлі денесі табылады. Осы жерінде телехикаяның екінші бөлімі аяқталады. Достар, осы телехикаяның жалғасы тезірек шықсын десеңіздер, комментарияға жалғасын күтеміз деп жаза кетіңіздер. Сонда бейнелерім сіздерге ұнап жатқанын біліп тез шығаратын боламын. Кездескенше достар.